Қазақ қызының ары үшін қазақ біткен қайрат көрсетуі тиіс. Қазақ қыздарын қытайлықтарға беру туралы агенттіктің ұлттық мемлекеттің абыройына нұқсан келтіретін, азаматтардың ар-намысына тиетін, тек қара бастарының қажеттілігі үшін істеп отырған тірліктерінің арты дауға ұласып жатуы заңдылық. Грузин қыздары грузиндерге, арабтарға емес деген Грузия азаматтарының қарсылығын интернеттен оқыдық. Яғни унитарлы ұлттық мемлекеттерде бұндай араңдатушылыққа ұласатын лас әрекеттер іске аса қоятын мәселе емес. Ал Қазақстан ойдан қырдан құралған құрама мемлекет емес. Біздің саясаткерлер мен имамдарға дейін сөзінің бісмілласын бастайтындай көп ұлтты мемлекетте емес, унитарлы бір ұлтты мемлекет. Нақты жағдайға қарасақ, қазақтардың саны қазір 70%-дан асып кетті. Өтіріктің көкесі сайлау мен статистикада айтылатынын ескерсек, 60% деп қалтырап, қатып қалған статистикаға ел сенбейді. Өзге ұлтқа қыз беру ғана емес, өзге ұлттан қыз алудың өзі дәл осындай кірбің түсіріп, күмән туғызатын жағдайға жеткізеді. Бұған біздің бабаларымыз да бағзыдан баса назар аударған. Кезінде қазақтың кемеңгер биі Әйтекенің қазақ сарбаздары жауға аттанарда, ішінде қалмақтан қатын алғандарың жоқ па екен деп ескеретінін де үлкен мән жатыр. Сол сияқты қазірде ұлттық мүддеге зиян келтіретін әрекеттер жасаған саясаткерлер, қайраткерлер болып жатса, елдің алдымен әйелі өзге ұлт өкілі емес пе екен деп жататыны да сондықтан. Ал қазақ қызы, қазақтың абыройы, ар-намысы болып келген, болып қалуы да керек. Желтоқсанда мұздалаңда мұзбалақтық қайсарлық көрсеткен қазақ қыздарының қазір ұсақталып, ұлсызданып кетуі 25 жылдық тәуелсіз Қазақстанның ұлттық идеологиясының кемшіндігі болып табылады. Мен 100% сенімді түрде айтамын. Қара Қытайдың құшағына құмартып отырған қыздардың 99%-ы қазақ тілін, ана тілін ұмытқандар. Ал ұлттық, ділдік, иммунитеттік қорғаныстың ең бастысы ана тілің, яғни қазақ тілі. Ананың тілін ұмытқандарға атаның салт дәстүрін, ұлттық тәрбиені сіңіру ақырет болар. Өйткені қай тілде тәрбие алсаң, сол ұлттың өкілісің. Сондықтан да Қытайға қыз беруді қолдап, қарсы шыққандарды айыптап жатқандардың барлығы да орыс тілділер. Олардың мысал қалған батырлары мен хандарына байланысты келтіріп жатқан өзге ұлттардың саны Қазақтан Қытай сияқты 100 есе көп ұлт емес, теңдес, шамалас, бәсекелес, тіпті саны аз елдер екенін ойлайтындарына таң қаламын. Мысалы, мұндай өзге ұлттарды жұтып жіберуге ұмтылып отырған Алып Айдаһар Қытайға қыз беруге әрекет ету үшін туысқан Өзбекстанда қолға алынбақ түгілі ойға да алынбайды. Қолға алғандар да, қолдағандар да қай ұлт өкілі, тіпті өзбек болса да, ертеңінде Өзбекстанда болмайды. Қазақ үнінде жарияланған Батыс Қазақстан облысындағы тілшіміз, ұлт патриоты Қажымұқан Ғабдолланың Қытай күйеу балаларға қарсы билікке үндеу хат мақаласында мысал еткен Үрімші қаласының бастығы Жәкеннің әр қазақты ойландыруы тиіс ерлігін тағы да қайталай кетейік. Өткен ғасырдың 20-30 жылдары Қытай Халық Республикасы Үрімші қаласының қала бастығы Жәкең дейтін ағамыз өз қызының Қытайға күйеуге шыққан тойының үстінде туған перзентін атып тастап, көздеріне жасы сорғалап тұрып, құрметті қауым, бұл менің өз жанымнан да артық көретін қызым еді. Бірақ ұлтымды одан да артық көремін. Бұл бәріңе сабақ болсын. Егер бүгін осыған қолым бармаса, ертең Шинжандағы 2 миллион қазақтың қызына ие болуға амалымда болмайды деген екен. Қазақ қызының ар үшін, қарындастың қам үшін, қазақ біткен қайрат көрсетуі тиіс. Ал әлгі қытайларға қазақ қыздарын саудалап, пайдаға батып қалғысы келіп отырған агенттік басшысы бұл әрекетіне жауап беруі керек.
заңды ғана емес, ұлттың салт дәстүрінде құрметтеуі тиіс кім болса да. Біз Астанада бас көтерген осы жанды жаралы мәселеге әдеттегідей алғаш атой салып, қарсы шыққан ұлт патриот Геройхан Қыстаубайды аталмыш агенттікке қарсы қолдарына ер жерді, ал әйел ұлтты қорғайды деген жазуы бар плакаттар ұстап шыққан ондай қыздарды азаматтықтан айыру керек деген астаналықтарға алғыс айтуымыз керек. Оларды бәріміз қолдауға тиіспіз. Қазаққа зияны болмаса, пайдасы жоқ заңдардан интернационалдық дәріс оқып, Қытайдың Астанадағы аталмыш агенттіктегі агентіндей әрекет етуші саясаткерлеріміз Суп Жеңгетайлықты доғару керек. Ал халықаралық жеңгетай Татьяна Лаквиненко керек болса Қытайға өзі тиіп алсын, немере сіңілілері мен қыздарын бере берсін. Қазақтың қарагөз қыздарына ешқандай өзгелердің шаруасы болмасын. Қазыбек Иса, Қазақ үні.